Сен қолданып жүрген алманың гаражда жасалғанын білесің бе? 1976 жылы Стив Джобс, Стив Возняк және Рональд Уэйн технология әлемінде өз жолын бастау үшін гараж есіктерін батыл ашты. Бұл гаражда Apple дүниеге келді, ал олардың жұмысының алғашқы жемісі Apple 1 дербес компьютер болды. 1980 жылдары Apple ішкі қиындықтарға тап болды және Стив Джобс компаниядан кетуге мәжбүр болды. 1997 жылы оны қаржылық дағдарыстан құтқару үшін оралды. Оның басшылығымен iMac, iPod, iPhone және де iPad сияқты инновациялық өнімдер жасалды. Бүгінгі таңда Apple компьютерлер, смартфондар, құлаққап, сағат өнімдеріне дейінгі кең ауқымда ұсынатын әлемдегі жетекші технологиялық компаниялардың бірі болып табылады. Олардың дизайнға, инновацияға және тұтынушылық тәжірибеге назар аударуы олардың жоғарғы технологиялық индустрия